Билік өкілдерінің хабарлауынша, Швецияның Фагерста қаласындағы орта мектепте селебемен жасалған шабуыл салдарынан 2 жасөспірім ауыр жарақат алды. Шабуылдан 3-ші адамда жараланған, ал бақ беттерінде полицияның күдіктінің аяғына оқ атып, оны тоқтатқаны айтылды. Фагерста муниципалитеті жасаған мәлімдемеде шабуылшыны полиция ұстап, қамауға алғаны расталды. Осы оқиғадан кейін аймақтағы тағы 8 мектепте оқшаулау шаралары енгізіліп, Вестманланд өңірінде жоғары дабыл режимі жарияланды. Полиция қазіргі уақытта жұртшылық үшін ешқандай қауіп жоқ екенін хабарлады. Швеция премьер-министрі Ульф Кристерсон X желісіндегі жазбасында шабуылшының нақты қандай сұмдық мақсатпен бұл қадамға барғаны әлі белгісіз екенін жазды. Оқиға халқының саны шамамен 12 мың адамды құрайтын салыстырмалы түрде шағын қалада орын алған. Соңғы жылдары Швецияда білім беру мекемелеріне жасалған мұндай шабуылдар жиілеп кетті.